Assalamualaikum бауырларым. Қалдарың қалай? Так, бүгін бөтен жұмыртқасын ішу, қалай ішуге болады, қалай ішкен дұрыс. Сол бойынша қысқаша өз тәжірибем бойынша көрсетемін. Енді құрметті бауырларым, мына жерде қарасаңыздар, 2 жұмыртқа, 3 жұмыртқа күнде таңертең ішемін. 2 жұмыртқа қалқып тұр бетінде. Не көрдіңіздер ме? Ал мынау дұрыс жатыр көлденең міне. Мына екеуі жарам, ішпей қойыңыздар, жарамсыз. Қалқып тұрған екеуін, көріп тұрсыздар ғой. Қалқып тұрған екеуін алып тастаймын. Орнына басқасын саламын. Мен бұл жайында сіздерге айтқам, қалай тексеруге болады, соны қалай неттен аламын. Басқа екеуін салдым. Бұлар бәрі дұрыс жатыр. Мынаның кішкене арт жағы көтеріліп тұр, бірақ арт жағының көтерілу себебі мына жер кішкене сызат болған екен міне. Мына жер. Сондықтан кішкене көтеріліп тұр, ол ештеңе етпейді. Ал толық судың түбінде шөгеді, жатады. Бұндай жұмыртқалар сенімді іше беруге болады. Biraz кішкене қойып қоясыз суға. Суға кішкене қойып қойсаңыздар, сырты жуылады. Содан кейін жылы сумен жусаңыздар болады. Холодильникте тұрды ғой, жылы сумен жусаңыздар болады. Қазір күн салқын. Так, содан кейін жақсылап жуып алдыңыздар. Енді шағасыздар. Шетін былай ұрып, жұмыртқа шағып алғаннан кейін шыныда осылай болып тұрады. Яғни сарысы топ-томалақ шар сияқты болып тұрады, и ағы. Мен мынаны нетпеймін, араластырмайым, осылай іше салам. Не осылай. Жалпы бауырлар, мына жерде жұмыртқа сау. Тек бұл жердегі бұның минусы кішкене тұрып қалды. Енді жұмыртқалардың арасында көп жұмыртқа тұрады. Байқамай қаласыз. Қайсысы жаңа, қайсысы көп уақыт тұрып қалған жұмыртқа екенін байқамай қаласыз. Соны осындай суға салып тексерсеңіз оңай білінеді. Енді мыналарды шағып көрсек те болады. Шағып көрейік. Қандай болып тұр екен іші. Міне бауырларым, шағып көрдім. Жұмыртқасының сарысы сопақшаланып жайылып кеткен. Қатты емес. Бір енді 15 күндік жұмыртқа болуы мүмкін шамасы. Мына менде телефонның камерасы шағылысып тұр ма, онша анық көрінбей тұр. Бағанағымен салыстырсаңыздар, уже бірден белгілі, бағанада білесіздер. Доп-домалақ шар сияқты әдемі болып тұрды, мына жерде уже кішкене кеткен. Несі бұзыла бастаған. Жалпы ішкі құрылымы. Сол кезде олар бірінші сарысынан бастап жайылады. Сарысы жайылып, өз құрылымын жоғалтады. Содан кейін ағымен араласып кетеді. Қатты уақыт өткен кезде. Жақсы, бауырларым, аман сау болыңдар. Қысқаша осылай. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар. Лайк басыңыздар. Мен каналыма жазып кетіңіздер. И қажетті қандай видео түсіру керек,
Ne körgüleriniz gelip, toji kommentarga жазыңыздар, men sizlerge şamalbat düşündürüp video sürüp berетін bolam.